endi bugungi kuni sati түсіп bugungi kuni mine осы шаңыраққа келіп бірге оқыған жас кезіміздегі жолдастарымызбен бірге жатқан ең қуанышты балалық шақтың қызықты күндерінің бірі деп санаймын. Бұл күнге жеткізген Алла тағалаға мыңнан шүкіршілік айтамыз. Енді осы әр кезіміз, әр сағат минутымыз жаңағы санаулы уақыттармен өтіп жатады, бірақ өзіміз байқамай қалады екенбіз. Мына адамның өмірі өте қысқа деп үлкендер айтып жатады да, қамшының сабындай қысқа өмір деп. Әрине, қамшының сабынан да қысқа өмір сияқты ұқсап кейде сезіледі. Мәңгілік өмір жоқ екен, мен үнемі айтып жүрем. Қалқай марқым айтатынды, және кімні қарбағым айтып жатыр. Қалқайдың баласы менен сөйтті деп. Әттең шіркін бір кем дүние деп жүреді. Кем дүние дегені сол ортамызда толық сол қалпымен жүре алмайды екенбіз. Оны өмір көрсетіп жатқандықтан солай айтып жүрген екен. Иманды болсын жақсылықтар енді. Сондықтан енді осы жүректес болып, тілектес болып, жаңа қорғалып жыннан ең соңында мына инеш келіп жатыр. Оның өзі жаңағы бірге оқыған жолдастарым, бірге оқыған достарым деп бүйтіп жүрегі алып ұшып қанша жасы келіп қалса да үстіп келіп жатқанына мен осы достар атынан қуаныштымыз. Айналайын енді өзің өз басымен үстіп келіп жатқаныңа. Бұл да жаңағы өзінің жолдасы ерте кетіп қалса да балаларын жеткізіп, өзіндік тірлігін істеп жатыр. Қыздар біздің қажымас қайратты, қажымас мықты екен деп өзім солай қорытындылап жүрем. Ол енді ұлдарымыз әр отбасының басшысы болып, әр шаңырақтың ұйытқысы, берекесі болып істеп жүріп жатқанына қуанып отырамыз. Енді мына жақтан жаңа аяулы құда жаңағы жәрдем болғанда үстіп келе алмай қалғаны тағы да енді уақыт не көрсетіп жатыр. Сақайға берсін. Дұғай сәлем айтамыз. Кеше келіні, кішкентай келіні менің бауырымның қызы ғой, туған құда. Келіп, біздің шаңыраққа өзінің жаңағы ойын пікірін айтып, сәлемін айтып, шашуын шашып үстіп кеткен көп рахмет. Сіздерге мың алғыс айтам. Келмесеңіз де келгендей болып, міне дос жаран арқылы дәмдеріңізді татып жатырмыз. Ал енді Қарамөкей, сізге де алғысым шексіз. Елге барсаңызда жаңа өзімізбен бірігіп, мен мұнда жүрмін деп, Әйнеш бар, Анакүлнәр, жаңағы Күлекең осы барғандағы хабарын айтып тұрған дегеннің өзі үлкен бізге деген ниет. Жаңа Күлден екеуміз өзіміз ара сөйлесіп ап, Жәскен келгеннен кейін достармен бірге бірігіп отырыс болсын енді деп пландап жүргенбіз. Менде Сика бар. Осы береке бірлігімізден шынында да Алла айырмасын, ұзағынан болсын. Әлде де жақсы жас жасап, бала шағаларыңның, жаңағы немере шөберелеріңнің қызық қызметін көріп отыра беріңдер. Қызық қуаныш үстіне қуаныш бола берсін. Аяулы абысының жаңағы 3 жиен немересі аман есен сол қазір неде жатқанын көрінеді. Сол бөтелкесінде салмағы толып, аяққа қосылып мал болып кетуін шын жүректен тілейміз. Жақсылықтар болып, ұрпақтарымыздың алды келген осы бір қоныстанған Қазақстанның тұғыры берік болсын, шаңырағы биік болсын, келешек ұрпақтарымыз жадырап жайнап осы қаламызға толығымен кіруіне шын ықыласымен тілеймін. Қазақ елім аман болсын, дендері сау бастары амандықпен менің дос жарандарымның да аты келіп, ағайын туыстары бір жерде болуды Аллам нәсіп етсін. Көп алғысым шексіз. Ал ерекше бір алғыс айтайын дегенім, басым аман, малым түгел тұрғанда тарбағым мен жаңағы тейзам осы үйге қонаққа шақырып, төредей күтіп, нағашым деп қабаңа жаңағы көмірілған астаудағы етін тартып, балам үшеумізді күтіп кеткен кезі көз алдымда. Ол енді жақсы жүрген жолдас, қашанда жолдас. Разы болып үстіп қабаң осы ел шаңырақтан дәмін татып кеткен. Осыдан 3,5-4 жылдай болды деп жаңа Тарбақ екеуміз айтып жатырмыз, әрине. Сондықтан енді мына бірге жүрген жолдастар, жалпы ағайын туыс өте тату, тәтті қысқа өмірде бірге жүріп, береке бірлікпен жүргенге не жетсін. Осы берекемізден айырылмайық. Енді жолда жүрген жолдастарымыздың жолдары болсын, жолдасы қыдыр болсын.
aman esen öz otbaslarımızga жетүүгө Allah'ım nasip etsin. Al endi sizler de o şeyden çıkkandan keyin öz otbaslarınızga aman esen жетүүлеріңizди nasip etsin. Bala şagalarınыздын ийгилигин көрүп. Her şаңырақ şatlıkka толы дендеріңіз, собастарыңыз aman болсын. Ерекше тармағым мен Пейза көп алғысым. Шексіз ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, бір жастықта қартаюды Алла насip etsin. Көп рахмет сіздерге. Halal koydu. Ой, қысқартып тұрмыз, өте қысқартып тұрмыз. Ey, bunu önde